Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен 3 тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмасының жалпы нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар, бірінші тапсырма тиімді тәсілмен есептеңіз. Оқушылар, мұндағы бізде 47-нің квадраты минус 3-тің квадраты деген а квадрат минус б квадрат деген формулаға түседі. Ол а минус б, а плюс б болып ашылатын еді, яғни жіктелетін еді. Сонда 47 азайтылған 3, 47 қосылған 3 деп аламыз. Ал мұнда мінекей бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты деген ол а және б-ның қосындысының квадраты, яғни а бізде 27, б 23, сонда 27 мен 23-ті қосып квадраттаймыз. Сонда оқушылар 47-тен азайтамыз 3-ті 44 болады. 47-ге қосамыз 3-ті 50 болады. Мұнда екеуін қосқан кезде 50-дің квадраты болады. Сонда оқушылар 50 мен мұнда 50-ден 2 қояды, сонда біреу кетеді, біреу қалады. Сонда 50-ден 44 болады, екеу қысқарып 25-тен 22 болады. Оқушылар, келесі екінші тапсырмада көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз. Оқушылар, мынау өрнектің ішінде мұнда да 4 деген сан бар. 4-ті жақшаның алдынан шығарып аламыз. Сонда жақшаның ішінде с куб минус 8 қалады. Ол тең болады 4 деп аламыз да с куб деп алып, мұндағы куб дәрежеге сәйкестендіріп 8-ді 2-нің кубы деп аламыз. Сонда оқушылар, мұнда бізде екі өрнектің кубтарының айырмасы деген формулаға түседі екен. Сонда 4 формулаға салатын болсақ, ең бірінші дәрежесіз өзін жазып аламыз. С минус 2 болады. Келесі жақшаның ішінде с-ның квадраты плюс 2с плюс 2-нің квадраты, яғни 4 болады. Мінекей осылай көбейткіштерге жіктеп осылай қалдырамыз. Келесі б тапсырмада формулаға түсетіндей етіп жинақтап аламыз. Сонда а квадрат плюс 4аб плюс 4б квадрат бір жақшада болады. Келесі жақшада қалғаны минусты жақшаның алдына шығарамыз. Сонда 3а квадрат б плюс 6аб квадрат болады. Енді оқушылар, мұнда мінекей бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты деген формулаға түсіп тұр екен, яғни екі өрнектің қосындысының квадраты. Мұндағы бірінші өрнегіміз а, екінші өрнегіміз 2б болады. Сонда а қосылған 2б-ның квадраты. Ықшамдаған кезде қысқаша көбейту формуласындағы екі өрнектің қосындысының квадраты болды. Енді мұнда екеуінде де 3аб бар екен, жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде а плюс 2б қалады. Оқушылар, мұнда а қосылған 2б-ның квадраты біреуі, мұндағы біреуі екеуі ұқсас болғандықтан бір жақшаға енеді. Келесі жақшаның ішінде а қосылған 2б және минус 3аб болады. Мінекей осылай көбейткішке жіктеледі. Енді келесі с тапсырмасында мұнда да дәл сондай ұқсас, яғни формулаға түсетіндерді біріктіреміз. X квадрат минус 2x y плюс y квадрат бір жақшада болады. Келесі плюс деймізді, x минус y бір жақшада тең болады. Бірінші өрнектің квадраты минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты. Демек, бұл x минус y-тің квадраты болады. Сонда оқушылар, мұнда екеу болып тұр, x минус y бір жақшада, мына екеу бір болғандықтан бір жақшаға түседі. Келесі жақшаға x минус y плюс 1 болады. Бір қайдан шықты, мынаның алдында 1 бар деген сөз.
Келесі оқушылар, үшінші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Ең алдымен оқушылар, жақшаны ашамыз. Екі өрнектің айырмасының квадраты бірінші өрнектің квадраты болып ашылады. Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі, екені көбейтеміз 24х, 2 еселейміз 48х болады. Плюс екінші өрнектің квадраты 64 болады. Мұнда мінеке бізде а минус б, а плюс б болады. Ол ашылады а квадрат минус б квадрат болып, сонда 16х квадрат минус 64 болады. Енді оқушылар, мұнда бізде 64 пен 64 қысқарады. 9х квадрат 16х квадрат 25х квадрат болады. Минус 48х плюс 100х таңбалар әртүрлі азайтылады, сонда 52х болады. Енді оқушылар, үштің б тапсырмасында х тең минус 2 болғанда өрнегінің мәні минус 4-ке тең болатынын көрсетіңіз. Сонда оқушылар, біз х-тің орнына минус 2-ні қойып есептейміз. Сонда 25-ке көбейтеміз минус 2-ның квадратын, қосамыз 52 мен минус 2-ның көбейтіндісін. Плюс 4 болады, көбейтеміз 25-ке 100 болады. 52 мен 2-ні көбейтімізде 104 болады, минус 104 болады, тең болады минус 4-ке. Мінеке оқушылар, бізде минус 4-ке тең болатынын көрсетіңіз деген. Тең болады мінеке минус 4-ке. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмада екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы мен келесі тізбектелген сандардың квадраттардың айырмаларының қосындысы 26-ға тең. Егер квадраттардың айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз. Оқушылар, бірінші санды n деп аламыз, екінші сан n плюс 1, үшінші сан n плюс 2, төртінші санды n плюс 3 деп аламыз. Енді бізге егер олардың айырмасы теріс емес сан болатын болса, екінші саннан бірінші санды, төртінші саннан үшінші санды азайтып, олар қосылған кезде 26-ға тең деп аламыз. Енді мұнда а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр. Оны біз а минус б, а плюс б деп ашамыз. Сонда n плюс 1 азайтылған n, келесі жақшада n плюс 1 қосылған n болады. Дәл солай мұнда да сондай n қосылған 3 азайтылған n. Мұнда оқушылар бірден таңбаға мән беріп орындап кетеміз. Плюс 2 болады. Жоқ оқушылар, мұнда плюс болу керек, сонда мұнда бізде минус болады. Бірінші а плюс б, келесін а минус б деп алайық. Сонда n плюс 3 азайтылған n минус 2 болады. Сонда мұндағы n мен n қысқарады, бір қалады, оны жазбай қоямыз. Мына жақшадан 2n плюс 1, ал мына жақшадан 2n плюс 5 болады. Ал мына жақшада n менен қысқарады, тең болады 26-ға деп алайық. Енді ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. 4n болады, тең болады 26 азайтылған 6. 4n тең болады 20-ға, n тең болады 20 бөлінген 4-ке тең болады 5-ке. Сонда оқушылар, бірінші сан бізде, бірінші сан 5-ке тең болды, екінші сан 6-ға, үшінші сан 7, төртінші сан 8-ге тең болады екен. Оқушылар, берілген 4 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.